Холециститтің белгілері. Жалпы өт ауруларының белгілеріне келетін болсақ, бірінші, әрине оң жақ қабырға астының ауырсынуы. Оң жақ қабырғасы қалай ауырсынады? Ол шаншып, немесе кесіп ауырғандай болады ауыр түрлерінде. Сонымен қатар ол ауырсыну оң жақ қол аймағын қолға беріледі, және сонымен қатар кеуде тұсына да беріліп отырады. Бұны көп адамдар кейде жүрекпен шатастырып алып отырады. Әсіресе бұған тән белгінің бірі, адам майлы тамақ жеген кезде оң жақ қабырғасының ауырсынуы күшейе бастайды. Келесі белгісі ауызға ащы дәмнің келуі. Бұл бірден бір осы өт ауруларына тән белгі. Адам тамақ жегеннен кейін де жалпы осы ащы дәмнің келіп отыруы. Сонымен қатар жүрек айну құсу. Жалпы жүрек айну құсу асқазан ауруларында бар. Жалпы осы өттен проблемасы бар адамдарда қалай кездеседі? Әсіресе достар, мұқият тыңдаңыздар. Машинаның арт жағына отырған кезде, немесе автобусқа, автокөліктерге отырған кезде менде жүрек айну құсу бірден жаймен мазалай береді деп айтады. Ол адамдарда әрине бұл белгі тікелей өтпен байланысты. Келесі белгілерге келсек, тәбеттің жоғалуы, және достар, жалпы осы холецистит кезінде жалпы адамдарда құсады, жүрек айны құсады ғой. Ол құсық оған ешқандай жеңілдік алып келмейді, жеңілдемейді. Және кекірік, әсіресе тағаммен кекіру адамның, ол қалыпты жағдайда да болады, бірақ шамадан тыс болып отырады осы немен байланыс кезінде, жалпы өтпен байланыс кезінде. Және де сонымен қатар ауыр және асқынған түрлерінде, жалпы осы өтте тас пайда болған кездерінде адамда бірте-бірте сарғаю процестері басталады. Және сонымен қатар беттегі пигментация, жалпы угри, безеу, басқа да белгілер бұл ас қорыту жүйесінің ішінде осы асқазан жолдарымен, бірақ көп жағдайда бұл немен байланысты болады? Әрине өтпен, өйткені майлы тағам қабылдайды, жалпы өттің жұмысы бұзылуы нәтижесінде майдың ыдырау, қорытылу процестері бұзылады. Осының нәтижесінде бетте пигментация, жалпы безеудің пайда болуы басталады.